Сәлеметсіздер ма? Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, номері 30-шы жалпы білім беретін мектептің биология пәні мұғалімі мен Қожахметова Нұржамал Сериковна. Бүгінгі сабағымның тақырыбы 7-ші сыныптарға арналған жапырақтың құрылысы және қызметі. Сәлеметсіздер ма, оқушылар? Сәлеметсіздер. Жақсы, онда жақсы көңілмен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін жан-жағымыздың барлығына не көріп тұрмыз? Жапырақ, иә? Яғни өсімдікке жапырақ не үшін керек? Иә? Ауаның паразиттарды сіңіру үшін. Өте дұрыс. Тағы да не үшін керек? Ауаның тазалығы үшін. Бұл үшін қазір бейне сабақты қарайық. Заттан тасымалданады, схема арқылы су тасымалданады. Енді оқушылар бізде жасанды интеллект арқылы біз жапырақтың құрылысын өз сыныбымызда да көре аламыз. Мінекей барлығымыз жасанды интеллект Арлопа бағдарламасын ашып, біздің жапырақтың құрылысымен танысамыз. Бірмен тұрған не оқушылар бізде? Үстіңгі эпидермис. Оның астында екімен тұрған бағаналы жасушалар, иә? Жақсылап жапырақтың құрылысымен Арлопа бағдарламасы арқылы. Оқушылар, біз жапырақтың құрылысымен таныстық. Сонымен Мади, жапырақтың құрылысы қандай жасушалардан тұрады екен? Өте жақсы. Оқушылар, әрі қарай біз жұптық жұмысымызды бастаймыз. Бірінші практикалық жұмыс. Яғни бұл жұмыстың мақсаты жапырақтың маңызды құрылымын, яғни леп тесікті қараймыз. Бұл тапсырмаға 2 ұпай беріледі. Енді оқушылар, практикалық жұмысты бастамас бұрын ең бірінші қолымызға перчаткамызды киеміз. Бізге қажетті құрал жабдықтар ең бірінші микроскоп, су, түссіз лак, скотч, канцелярлық пышақ, пипетка, және де жапырақтың үлгілері, және де бізде қағаздан салфетка қажет. Осы құрылғыларды пайдалана отырып, қазір біз жапырақтың леп тесігін қараймыз. Ең бірінші жұмысты бастамас бұрын біз жапырақты аламыз. Жапырақтың астыңғы бетіне жұқалап түссіз лагымызды жағамыз. Жақсы оқушылар, енді практикалық жұмыста жапырақты алып, астыңғы бетіне лаг жағамыз. Түгел мұқият қараймыз. Қазір өздеріңіз жасап, жапырақтың леп тесігін анықтайсыздар. Мінекей, лакты жағып алдық. Енді осы лактың кепкенін 5 минут күтеміз. Енді оқушылар 5 минут өтті. Жапырағымыздағы лак кепті. Енді осы лак кепкен жерге скотчымызды жапсырамыз. Кел, жапсыра ғой. Аша ғой скотчыңды. Скотчты жапсырдым. Түгел қараймыз. Ауа қалмайтындай етіп жапсырамыз. Енді скотчымызды жаймен аламыз. Назат қышынын ұста сен. Мінекей. Скотчымызды алғанда, скотчымызға біздің астыңғы эпидермисіміз жабысып шықты. Мінекей. Заттық шыныға жапсырамыз. Жақсылап тұрып, заттық шыныға жапсырамыз. Енді осы заттық шыныны микроскопымызға қоямыз. Леп тесікті анықтаймыз. Енді оқушылар, препаратымыз дайын болды. Біздің леп тесігіміз микроскоппен қарағанда ұлғайтып, анық көрініп тұр. Леп тесігі, яғни жарты ай тәрізді жасушалар ортасында саңылау түзеді. Ол саңылау арқылы біздің өсімдік тыныс алады, өзінің бойындағы артық суды шығарады.
Жақсы ғибадат, не байқадың? Бұл өсімдіктің леп тесіктері ашық, себебі су жеткілікті. Өте жақсы, яғни су жеткілікті болғанда леп тесіктер артық суды не істейді? Сыртқа буландырады, иә? Жақсы. Енді келесі екінші практикалық жұмыс. Бұл жұмыстың мақсаты жапырақтың жүйкесіндегі өткізгіш ұлпаларды, яғни флоема мен ксилеманы анықтаймыз. Жұмысымызға да микроскоп, пипетка, қағаз салфетка, және де өсімдік жапырағы, канцелярлық пышақ, және де жабын әйнегі, және де заттық шыны қажет, және су. Енді ең бірінші өсімдіктің мынау жапырақ жүйкесін жұқалап, абайлап кесіп аламыз. Себебі жапырақ жүйкесінде бізде не бар? Өткізгіш ұлпалар бар, өте дұрыс айтасыздар. Енді алып алған өсіндімізді заттық шыныға орналастырамыз. Қандай су тамызып жібереміз. Жабын әйнегімен жабамыз. Мінекей, жабын әйнегін жаптық. Жабын әйнекті жапқаннан кейін де артық суларын аламыз. Енді микроскопқа препаратымызды қоямыз. Флоема және ксилемамыз анық көрініп тұр. Анау қоңыр тұр ғой, үлкен сол флоема. Ана оның ортасындағы түтіктер ксилема ғой. Біз микроскоп арқылы өткізгіш ұлпаны көрдік. Ксилема суды тасымалдайды, ал флоема қоректі заттарды тасымалдайды. Жеке жұмыс, яғни көзіс тестін орындаймыз. Телефондарымызды шығарып, QR кодты теріп, тест тапсырмасына кіреміз. Енді оқушылар фотосинтез процесінің ашылуына өз үлесін қосқан Тимирязев атамыздың сіздерге жолдауы бар, тыңдайық. Өз тапсырмамды әр топтағы екінші оқушыға беремін. Яғни өзінің жеке тапсырмасын екінші топтағы оқушыларға береді. Бірінші және үшінші топқа топтық тапсырма жұмыс. Бірінші топ алдарыңызға берген құралдардан жапырақ жасушаларындағы паренхиманы модельдейсіздер, яғни Яғни сіздерге берілген тапсырма жептесік және жапырақ жүйкесін модельдеу. Бірінші біз жептесікті бейнелеп, ол жерде ортасындағысы тасымалдар. Екіншісінде жапырақ жүйкесі сыртқы флоема, ортасы ксилема. Флоема бұл зерттеу заттар тасымалдаушы, ал ксилема суды тасымалдаушы. Бізде үшінші топтың тапсырмасы. Бұл бізде бағаналы алына күйекті. Күйекті әрқашанда астында тұрады, ал бағаналы үстінде тұрады. Ал бұл біздің өткізгіш Шоқтар, бұлар фотосинтезге жатады. Қатысады, иә? Жақсы, бізде бірінші топтың моделі дайын, яғни бағаналыны және күйектіні модельдеді және оны сипаттады. Енді оқушылар, келесі тапсырма бізде сіздерге ағаш түрлері беріліп тұр. Жапырақтың орташа ұзындығы сантиметрмен және де осы ағаштардан жылына өндірілетін оттегі мөлшері беріліп тұр. Сұрақ: қай ағаш түрінің жапырағы оттегін ең көп өндіруге ықпал етеді және неге? Арун айта ғой. Емен ағашы өте көп оттекті шығаруға ықпал етеді, себебі ұзындығы 20 сантиметр, ал ұзындығы үлкен болған сайын оның леп тесіктері көп болады. Жақсы оқушылар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін болашақта қолданамын атты сіздерге бүгінгі алған білімдеріңізді болашақта қалай қолдана аласыздар? Бүгінгі сабақ түсінікті ме? Бірінші топтан Димаш айта ғой. Мен осы сабақтан үйренген білімімді болашақта гүл өсіру жағдайда қолданамын. Өте жақсы, рахмет. Келесі топта мен сіздерді бағалау үшін топ-басшылары маған бағалау нүктелерін бере қойыңыздар. Иә, қатысқан бізде Аруна, Олыбай, Темирбай
Төлебай Асия. Рахмет оқушылар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге осы жапырақтың суды буландырғанда қандай тәсіл жүреді, соған эссе жазып келесіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.